Кайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздер Қарағанды облысының Достық үйінің Достық дастарханы бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Бүгін бізде қонақта Намус KZ этно-мәдени бірлестігінің мүшесі Бриллиант Алиева, анасы Шолпан Өмірбек қызымен. Қош келдіңіздер, қымбатты қонақтар. Бүгінгі біздің бағдарламамыз Наурыз мейрамына арналған болғандықтан сіздерді осындай көктемнің шуақты басты мерекелерінің бірінде көргеніме қуаныштымын. Өздеріңізде қуаныштымыз. Көңіл күйлеріңіз қалай, дайындықтарыңыз қалай Наурызға? Көңіл күйіміз тамаша. Осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы қарсаңында осы сіздердің бағдарламаларыңызға келіп қауышып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Шақырғандарыңызға алғыс білдіреміз. Рахмет. Өте ризамыз. Бүгінгі бағдарламамыз ерекше болады деп ойлаймын. Өйткені шатаспасам, біз бүгін қазақтың ұлттық тағамын дайындаймыз. Олай болса, Шолпан ханым, айтып өтіңіз. Дәл солай. Қазақ халқының ұлттық тағамын әзірлейтін боламыз. Наурыз көже бұл үлкен ырыммен, сүйіспеншілікпен жасалады әрбір шаңырақта. Бұл түркі халқының тағамы жалпы. Бұл жерде келер жыл молшылыққа, құт берекеге толы болсын, мол жыл болсын деген ниетпен жасалынады әрбір шаңырақта. Енді Наурыз көжеге кем дегенде 7 түрлі тақсан, 7 түрлі тағам қосылады. Енді атап айтатын болсам, мынау соғымның жылқының еті соғымнан, сонымен қатар арпа, тары, күріш, айран, көжеге қосылатын құрт және тұз қосып әзірлейтін боламыз. Енді қазір біздің суымыз дайын. Рұқсат етсеңіздер, мынау тазаланып жуылған етімізді салып бастайық, пісірейік. Өте жақсы. Негізі Шолпан ханым, барлығымыз білеміз, Наурыз көжені әр әйел ас үйде әртүрлі дайындайды. Қоспасы да әртүрлі болуы мүмкін. Кейде тіпті мен жиі кездестіріп жатам, мейіз қосып жатады. Жалпы көзқарасыңыз қалай болды? Енді әркімнің талғамы әртүрлі. Наурыз көжеде әркімнің талғамына байланысты жасалады. Жалпы өзім өз басым бірнеше түрін жасап көрдім. Өзім жасап, қалай болады екен, әртүрлі қоспаларды қосып, жаңа өзіңіз айтқандай мейіз, кукуруза деп жатады, бұршақта қосатындар бар. Соның ішінде маған өзіме ең қатты ұнағаны, көңіліме қонғаны, қоспалары қарапайым болғанмен де өте құнарлы, өте дәмді шығатын осы Наурыз көженің құрамы ұнады. Негізгілер. Себебі енді менің өзімнің жеке ойым, мейізде қосуға болады, жаңа кеспе жайып ұннан кеспе қосуға да болады, кукуруза да қосып жатады. Енді ол әрбір адам ұната бермейді көпшілігі. Мысалы үшін сүрленген еттен мейіздің дәмі, кукуруздың дәмі сәйкес үйлес келмейтін сияқты. Менің ойымша. Және де ол әркімнің жаңағы талғамына сәйкес келмейді. Сондықтан бұл көпшілікке, көп жұртқа арналған көже болғандықтан барлығының көңілінен шығу үшін енді осындай тағамдарды қосуға жөн санадым өз басым. Толықтай сізбен келісемін. Анаға қарап қыз өсер дейді ғой қазақ. Міне, құлпырып қасыңызда Бриллиант қызыңыз тұр. Қарап тұрсам өте ұқсайды екен анасына Бриллиант. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы. Қазақстан халқы үшін үлкен мереке, үлкен айтулы жыл деп айтамыз. Өзіңіздің жалпы көзқарасыңыз қандай? Достық, бірлік дегенге. Бриллиант, сізді тыңдайық. Жалпы Қазақстандағы халықтардың достығы, менің ойымша, бұл біздің еліміздің ең басты құндылықтарының бірі. Себебі біздің елде әрбір ұлт, әрбір этнос өздерінің дәстүрлерін, салттарын дамытып, тілдерін сақтап, әрі қарай өздерінің ұрпақтарына дәріптеп, сондай мүмкіндіктері бар. Сондықтан менің ойымша бұл керемет құндылық. Енді қазір қоғамда Наурызнама жайлы көп айтып жатырмыз. Наурыз айының 14-нен басталатын түрлі шаралар бар, әр күннің өз тақырыбы бар, 10 күндік жайлы. Жалпы Наурызға қалай дайындаласыз, қалай күтесіз? Біздің Наурызнама 10 күндігіміз басталды. Наурыздың 14 күнінен бастап, бірінші біз амал күні көрісу мерекесін атап өттік. Амал күнінде біз
халықтың қыстан аман шығуы, жылдың басы, көктемнің келуін білдіретін қазақтың көне дәстүрлерінің бірі. Осы күнде адамдар бір-бірімен көрісіп, қауышып, құшақтасып, бір-бірлеріне өкпе реніштері болса, міндетті түрде соны кешіріп, сол мейрамды біз атап өттік. Келесі бізде қайырымдылық күні болды. Қайырымдылық күні, шаңырақ күні, ұлттық киім күні болады. Және жаңару күні, мәдениет күндері бізде атап өтілуде. Енді етіміз пісті, түсіріп алдық, сорпамыз қайнап тұр. Енді осы қайнаған сорпаға ең алдымен бірінші арпаны саламыз. Арпа себебі барлық дәнді дақылдардан қарағанда көбірек піседі. Сондықтан да ең бірінші осы арпаны салып, бір 20-30 минуттай қайнатып аламыз. Арпаның денсаулыққа пайдасы жайлы, оның құнарлылығы жайлы енді айтудың қажеті жоқ шығар. Қазақ халқы әрқашанда осы арпаны қосып әртүрлі тағамдар дайындайды. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, көже дайындайды, ашқан көже, арпаны қосып, себебі кезде де осы арпа қолжетімді болды ғой. Қолжетімді болды. Сонымен қатар тойымды, құнарлы, сондықтан да арпаны әр тағамға қосуға болады. Қазақ халқының тағамдарына келсек. Жақсы. Енді біз бауырсағымызды жалғастыра берейік. Сіз енді қазір қамырымызды илеп қояйық. Ой, тамаша, қарап отырсам, бауырсағымыз қып-қызылы болып, домалап, қатар-қатарымен, рет-ретімен пісіп жатыр. Енді әр әйелдің өзінің тәсілі бар бауырсақ дайындауда, солай ғой? Бауырсақ дайындауда енді әркім әртүрлі тәсілде дайындайды. Енді мысалы менің тәсілімде де әкетіп баратқан артық ештеме жоқ. Менде де сол міндетті түрде елеуішпен елеп алған жақсы ұнды, арасына оттегі кіріп жақсы көтерілетін болады сонда. Содан кейін тұз қосамын, сәл ғана қант қосамын, сары май қосамын, сливочный масло сары май қосып, тұзды суды қосып, міндетті түрде дрожжды қосып алам, көтеріп бірінші ашытқы жасап. Содан кейін бәрін қосып елеп, басып пісіремін. Енді бауырсақ жылуды жақсы көреді. Қолдың жылулығын баптап пісірген жақсы көреді. Бриллиант та көмектесетін шығар ас үйде. Бриллиант ас үйде менің көмекшім. Осы күнде тамақтың барлығын бриллиант өзі дайындайды. Шолпан ханым, болашақта бриллианттың мамандыққа байланысты таңдауына, өмірлік жар таңдайтын кезде таңдауына араласасыз ба? Негізі ана болғаннан кейін әке-шеше жалпы баласына өзінше бір жақсы жағын, өзіне бір түсінгенін бағыттап көрсеткісі келеді ғой. Мен негізі бриллиантта мұғалім болғанын қалағам, өзімнің жолымды қуып, орыс тілі мұғалімі болса бриллиант. Себебі екі тілде де жақсы да, бриллиантта қазақша да, орысша. Содан кейін айтам, бриллиант, сен мектепте мұғалім болсаң, сен жақсы мұғалім боласың, сенің қолыңнан келеді. Ертең тұрмысқа шықсаңда да енді мектепте жұмыс бар, нағыз қыз баланың жұмысы сияқты. Менің өзімнің түсінігімде ұстаздың мәртебесі әрқашанда биік, балалармен жұмыс істеу деген ол да бір үлкен бақыт. Сен соған мұғалім бол деп мен негізі біраз үгіттедім да, біраз айттым, бірақ та бриллиант айтты, мама жоқ, мен журналист болғым келеді. Соңғы моментте. Мен сен бұл документтің өзін негізі өзі журналистикаға тапсырып келді. Маған бірақ айтты, мама сен ренжіме, мен журналистиканы таңдадым, мен журналист болғым келеді деп сөйледі. Мен жақсы қызым, журналист болып, жұлдызың жарқырап, журналистің жұмысы оңай емес, үлкен еңбек керек, үлкен талап. Ең бірінші адам өзіне талап қою керек, халықтың алдына шықпас бұрын.
әртүрлі енді айтады ғой, халықтың алдында жүргеннен кейін соған сай болу керек, жалғыз бір өзіңнің қара басың ғана емес, қаншама жан-жақты болу керек. Шынымды айтсам қуандым бір жағынан. Маған өзінің барып шешім қабылдап ренжімедім. Жаңағы барып документ тапсырып келдім деп, мен тыңдамадың, тапсырдың деген жоқпын. Себебі сол бір бойында бір сондай бір жоқ, мен осыны қалаймын, осылай істеймін деген бір жігердің барына шынымды айтсам қуандым. Өзінің өміріне байланысты шешім қабылдай алатынына қуандым. Қыз мұраты жету, жол мұраты жету деген сөз бар ғой енді. Өмір болғаннан кейін ертең алда бір жас жігітті кездестіретін анық. Сол кезде сізге келіп, ол ер азамат өзге ұлт өкілі болса, анашым, мен осы жігітті ұнаттым деп келсе, сіздің көзқарасыңыз қандай болады? Толықтай бриллианттың сенің таңдауымен келсем. Жақсы азамат кездессе деп айтамыз. Нағылса осындай ұлт деп не папасы, не мен ондай насихат жүргізіп жүрген жоқпыз. Бірақ та, өзінің таңдауы жақсы адам, әрбір ана ретінде, әке ретінде өміріне бір жақсы адам кездессе екен деп. Менің әкем марқұм бата бергенде айтатын сөзі, алдыңнан жақсы адам кездессін әрқашанда деп айтып жүретін. Сол сөздің мағынасын қазір көп түсініп жүрмін. Себебі шын мәнінде адамның өмірінде жақсы адам кездессе, ол жұмыста болмасын, міндетті түрде жаңа өмірлік жар болмасын, қандай да тіпті сол көршің болмасын, алдыңнан кездескен адам жақсы болса, адамның өмірі әлдеқайда жақсы болады, әрине сөзсіз. Сондықтан жақсы адам кездессін деп тілеймін қызыма. Ата-ананың батасы қабыл болады деп жатады, сондықтан тек қана жақсылық ойлаймыз ғой, жақсы тілек айтамыз. Міне әп-әдемі қылып бриллиант турап қойды, баға беріп жүрміз анасы. Тамаша турады, бұл қазы, енді қазір етті тураймыз. Мына жерде құртты езіп алсақ сорпаға, себебі біздің дәнді дақылдарымыз пісуге дайын болып қалды. Қазір құртты езіп аламын, содан кейін қосам көжеге. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы еліміз үшін өте маңызды жыл. Бриллиант өзің Намус KZ этно-мәдени бірлестігінің өкілі ретінде жерлестеріңді құттықтап өтсең. Құрметті отандастар, баршаңызды Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығымен құттықтаймын. Татулығымыз артып, достығымыз мәңгі болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Тамаша, бізде осы тілектерге қосыламыз. Ал басты тақырыбымыз, бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы Наурыз мейрамына арналғандықтан, құрметті Шолпан Өмірбекқызы, өзіңіздің жерлестеріңізге, қазақстандықтарға Наурыз мейрамына арналған тілегіңізді тыңдасақ. Ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз мейрамымен барша Қазақстан халқын құттықтаймын. Наурыз мейрамы жаңа жыл, жаңа күн, әр шаңыраққа бақыт, шаттық, қуаныш пен береке әкелсін деп тілеймін. Қымбатты көрермендер, осымен Достық үйінің Достық дастарханы бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүрегімізден, ыстық ықыласымызбен құттықтаймыз. Ақ мол болсын, елімізде амандық болсын, тыныштық болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын!